Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін Қытай тілінің пейін жүйесінің ішіндегі дауысты дыбыстарды үйренеміз. Сабағымыздың мақсаты дауысты дыбыстарды дұрыс дыбыстау. Дауысты дыбыстар, жалаң дауысты дыбыстар, қосарланған дауысты дыбыстар, мұрындық дауысты дыбыстар болып 3 топқа бөлінеді. Жалаң дауысты дыбыстардың ішінде 6 дауысты дыбыс бар. Олар жеке-жеке А, О, И, У, Ü үйренейік. А деген дыбыс біздің ана деген дыбыстың басқы дыбысына жақын. А ауыз ашылады, тіл астыңғы жақта болады. О деген дыбыс біздің от деген дыбысымыздың басқы дыбысы. Бұнда ерін дөңгелек болады, арт жақта тұрады. Енді мына деген дыбыс ерекше болады. Бұнда тамақтан шығады. Маған ілесіп оқыңыздар. Жалаң дауысты дыбыстардың төртіншісі И деген дыбыс. Ерін созылады, тіл алда тұрады. У деген дыбыс ерін дөңгелектенеді, тіл арт жақта болады. Су деген дыбыстың соңғы дыбысы уға ұқсап қалады. Ерін дөңгелектеп айтамыз. Бірақ бұнда ерін созылмайды. Маған ілесіп қайта оқыңыздар. Бұлар 6 жалаң дауысты дыбыстар. Енді қосарланған дауысты дыбыстарға қарайық. Қосарланған дауысты дыбыс деп отырғанымыз бағанағы 6 дауысты дыбыстан құралады. Мысалға, біріншісі ай. А мен И қосылғанда ай, біздегі ай деген дыбысқа жақын. Уй. Бұнда у қысқарақ айтылады. Дереу ға өзгереміз. Енді А мен О қосылған дыбыс ау. Ауыл дегендегі ау бірінші дыбысқа ұқсайды. Ауыз ашық басталады. Ау артынан дөңгелектенеді. Ау. Ауыз сәл ашық болады. Ноутбуктағы Оуға ұқсайды. Ю. И мен У қосылған дыбыс. Маған ілесіп оқыңыздар. Ау, оу, ю. Ау, оу, ю. Енді қосарланған дауысты дыбыстардың ішіндегі Е деген дыбыс. И мен қосылған дыбыс. Ерін сәл ашық. Ю мен қосылған дыбыс. Ерінді дөңгелек деп айтамыз. Мен ар қосылған дыбыс. Біздің ар деген дыбысқа ұқсап қалады, бірақ ауыз ашық емес. Бағанағы үйренгеніміз 9 қосарланған дыбыстар. Енді 9 дауысты дыбыстардың ішінде мұрын арқылы айтылатын дыбыстар болады. Бұлар ән. Ілесіп оқыңыздар. Ән, ін, ин. Қайталаймыз. Ән, ін, ин. У мен Н қосылған. Юн. Аң. Жаңғақ дегендегі сондағы аңға ұқсайды. Аң. Артқы мұрын дыбысы бұлар. Ың. Чың деген дыбысқа ұқсайды. Ың.
тоғыз мұрынды дыбысты қайта айтып шығайық. Ән, ін, ин, үн, үн, аң, ың, иң, оң. Міне осылар Қытай тіліндегі дауысты дыбыстар. Біз бұл сабақта Қытай тіліндегі дауысты дыбыстардың ішінде 6 жалаң дауысты дыбысты, 9 қосарланған дауысты дыбысты, 9 мұрындық дауысты дыбыстарды үйрендік. Қазақ тіліндегі дыбыстармен салыстырып үйрену біздің дыбыстарды еске сақтауымызға көмектеседі. Бұнда бұл дыбыстарды қайта естіп, қайталап, жақсы үйреніп алыңыздар. Қытай тілінің пиңінін үйренсек, Қытай тілін бұдан кейін үйренуге өзімізге оңай жол ашып аламыз.